Биыл 30 маусымда мемлекет басшысы IT саладағы сақтандыру секторына қатысушылардың қызмет түрлерін кеңейту жөніндегі нормалар көзделген заңға қол қойды. Сақтандыру ұйымдары сақтандыру қызметтерін автоматтандыру, маркетплейстер құру және онлайн қызметтерді дамыту үшін бағдарламалық қамтылықты дербес әзірлей алады. Сонымен қатар сақтандыру ұйымдары мен сақтандыру холдингтері IT компанияларындағы акциялармен қатысу үлестерін сатып ала алады. Бұл оларға жаңа цифрлық өнімдерді белсенді дамытуға, инновациялық технологияларды енгізуге және клиенттік сервистің сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының функционалы сақтандыру ұйымдарының қызметін автоматтандыру, сақтандыру саласындағы мамандарды оқыту және олардың біліктілігін арттыру үшін пайдаланатын бағдарламалық қамтылымды әзірлеумен толықтырылды. Осы бастамаларды іске асыру қаржы нарығына барлық қатысушылар үшін инклюзияны арттыруға, сақтандыру өнімдеріне қолжетімділікті кеңейтуге, сақтандыру қызметтерінің шығасыларын төмендетуге және автоматтандыруға, қаржы нарығындағы бәсекелестік деңгейін арттыруға тікелей пайда әкеледі.